Сәлем достар, сіздермен қайта қауышқан мен Смолей KZ. Достар, бізде бүгін видеоға идея деп аталады. Яғни сіздің барлық нәрсеңіз дайын тұрса, монтаждайтын монтажыңызда, фоныңызда, киіміңізде, шашылыңыз, барлық нәрсе дайын болып, тек қана видеоға идея болмай тұрған болса, бұл видео сізге көмектесетіні сөзсіз. Бүгінгі видео кімге қызық, кеттік. Достар, сіздерге айтар ең алғашқы кеңесім ол әрине челлендж. Челлендждер қазіргі таңда көптеген просмотрлар жинап, көптеген сізге тіркелушілер жинап беретіндігіне сенімдімін. Себебі қазір 24 сағат мен анама я деймін, немесе анам маған я дейді. 24 сағат бір түсті киім киемін, бір түсті тамақ жеймін, немесе тағы да 24 сағаттық видеоларды түсірсеңіз болады. Әрине бұл ең керемет, тиімді тәсіл деп ойлаймын. Екінші, қазіргі таңдағы көптеген просмотрларды бірден жинап алатын ол блогтар. Блог дегеніміз ол сіздің бір күндік өміріңіз, қысқаша ғана бір күндік өміріңіз, 7 немесе одан да аз минут болуы мүмкін. Менің арнамда блог видеосы, екі блог видеосы бар. Әзірге алдағы уақытта көптеген блогтарды түсіретін боламын. Және де сонымен қатар үшінші идея. Бұл сіздерге көмектеседі скетч. Скетч дегеніміз ол адамдардың типтері, әртүрлі адамдардың типтерін салуға болады. Олар өте оңай, тек өзіңіз білетін адамдардың типтерін салсаңыз болғаны. Төртінші кеңесім тағы да сіздерге арналады, ол DIY. DIY дегеніміз ол сіздің қолыңыздан келетін іс. DIY-ларды менің арнамда әзірге DIY жоқ, бірақ басқа арналардан көрсеңіздер болады. DIY деген өзіңіздің қолыңыздан келетін кез келген нәрсені жасасаңыз болады. Және де менің сіздерге айтар 5-ші кеңесім ол кукинг. Кукингтер, әртүрлі кукингтер бар. Ол кукингтер, сіздер печенье пісіріңіздер, немесе пирожки, әртүрлі нәрселерді пісіріп, дәл сол пісірген нәрселеріңізді видео етіп шығарсаңыздар болғаны. Және де күткенің шынында деген видео, до, после, немесе ожидание, реальность деген видеолар қазіргі таңдағы ең соңғы трендтегі видеолар. Ол жас күткенің шынында, немесе қыз күткенің шынында деген сияқты өзіңіздің күткеніңіз бен шындығында болған нәрселерді айырмашылығын айту. Және де ең оңай видео, бұл видео болды болмады. Бұл видео сіздің басыңыздан өткен оқиғаларды болды болмады арқылы айтасыз. Өзіңіздің басыңыздан өткен оқиға болса болды, ал болмаған болса болмады деп айтасыз. Және де өзіңіздің оқиғаңызды түсіндіре кетсеңіз болғаны. Және де блогерлердің фотоларын қайталау. Қазіргі таңда көптеген блогерлер бар. Сол блогерлердің 1-2 видеосын таңдап алып қайталасаңыз болды. Видео қайталау, фото қайталау дегеніміз ол сіз үшін таптырмас видео. Және де типтер. Телепатия, яғни айтқанда телепатия челлендж. Оны сіз анаңызбен, құрбыңызбен, іні-сіңліңізбен, аға-әпкеңізбен түсірсеңіз болады. Екі бірдей нәрселер болады алдыңызда, соның біреуін таңдайсыздар. Осы нәрселерді телепатия челлендж дейді. Достар, мен сіздерге өзім білетін 10 кеңесті айтып кеттім. Және де бүгінгі видео ұнаса лайк басыңыздар, арнама тіркеліп кетіңіздер. Бүгінгі видео қызықты болды деген ойдамын.